Қалайсыздар, құрметті оқырмандар? Қазір біздер екіншісінде уже постқа тақырыпты ойлап табу, триггерлер туралы айтатын боламыз, және сатылым процесстері туралы айтылатын болады. Яғни лид магнит, трипвайр барлығын айтатын боламын, жақсы ма? Сондықтан күтіңіздер. Барлығы. Ұнап жатыр ма прямой эфир? Қазір вообще бұл енді бірінші бөлімі бізде ниша таңдау сол туралы болды да. Екінші бөлімде нақты сатылым процесстері туралы айтатын боламыз. Сондықтан барлық оқырмандар қосылып алсын. Күтейік. Мана 50 оқырманымыз қарап жатырған болатын, олардың барлығы қосылатын шығар деген ойдамын. Ең бастысы ұнап жатыр ма сол? Өте түсінікті, ұнап жатыр дейді. Абзац қалай түсірем мәтін жазғанда дейді. Сәуле ханым, абзацтарды кәдімгідей арасын ашып жазасыз. Абзац бізде инстаграмда, мысалы, абзац жазғанда екі сөйлемнің ортасы бұлай бір-бірімен ашық бір орын қалу керек. Кәдімгі текст жазғандағы абзац емес, текст пен тексттің арасы ашылу керек. Жақсы ма? Соны түсініңіздер. Сосын телеграмда текстиграм деген бар, сол арқылы да абзац бөле аламыз. Құрметті оқырмандар, мен жаңа тақырыбымды келесі жалғастырмай тұрып, барлығын қосылуын күтіп отырмын. Сондықтан солай. Күтейік. Енді бір 5 минут уақыт берем қосылуларына. Ниша дегенді түсіндіңіздер ма? Нишаларыңызды таңдадыңыздар ма? Мен айтып жатырғанда уже көздеріңізге елестетіп жатырған шығарсыздар да. Көбісінің өздерінің дайын нишалары бар деп ойлаймын. Ал кеттік, енді бастаймыз. Тағы да бір ескерте кетейін. Қазір мына прямой эфир бітеді ғой. Прямой эфир біткеннен кейін менде сайт деген жерде сілтеме бар. Сол сілтемеге міндетті түрде өтіңіздер, жақсы ма? Ал кеттік оқырмандар, дальше кетеміз. Енді біздерде ең бастысы ол постқа тақырып ойлап табу. Бұл өте маңызды. Біз алдымен пост жазарда постқа тақырып ойлап табатын болсақ, ары қарай барлығы да жеңіл. Ол кезде біздің нысандағы аудиториямыз да келеді, таргетингіміз де жақсы өтеді, және тақырып ойлап тапқаннан кейін ол тақырып бойынша пост жазу ол өте оңайға соғады. Сондықтан да постқа тақырып ойлап табу ол мысалға қалай деймін, мысалға мен қалай SMM маманы болып кеттім. Мен қалай бір айда Инстаграм арқылы миллион тауып отырмын деген тақырыптар жазсаңыздар, ол адамдарға больше привлекать етеді, адамдарды ойына ой қосады. Қалай жасап жатыр екен деп. Қалай 3 минутта осындай анимациялық видеолар жасауға болады деген сияқты тақырыптар бар ғой. Қалай, мысалы, орыстарда как это сделать, как деген тақырыптар болса, бізде қалай мынаны жасауға болады, қалай былай істеуге болады, қалай жетістікке жетуге болады деген сияқты. Например, солай қалай деген сөз арқылы біз тақырып жазай аламыз. Яғни, қалай айына миллион табуға болады, мен қалай жетістікке жеттім, жетістікке жетудің бір нәрсесі деген сияқты. Сонда қалай деген сөздерді қосу арқылы біз тақырып жаза аламыз. Одан кейін нәтижеге уәде беру. Арамызда мысалға арықтау марафон жүргізіп жүрген қыздар бар, инфобизнес жүргізіп жүрген қыздар бар. Олар не істей алады? Олар нәтижеге нақты уәде бере алады. Например, 1-7-де толықтай Инстаграмды меңгеріп ал деген сияқты. Немесе бір айда 5 пен 10 килограмм арасында салмақ таста деген сияқты. Немесе бір ай ішінде квартираңыздың евро ремонты 100% дайын болады деген сияқты. Нақты нәтижеге уәде беру. Яғни нәтижеге
кәдімгі осындай уақытта шынымен де осындай результат болады деп уәде бересіз. Уәде беретін тақырыптар өте жақсы өтімді болады. Одан кейін жаңалық айту. Мә, бізде осындай акциялар, кеше ғана мінекей 10 сумка өте оригинал сумкалар келді. Менде деген қазір жаңа курсым пайда болды. Инстаграме миллион деген жаңа курсым жарыққа келді деген сияқты жаңалықтар өте жақсы. Жаңа поступление деп та, ол эмоция тудырады және де адамдарды привлекать етеді. Одан кейін нақты цифрлар, жаңа айтып кеттім, нақты цифрлар, например, жетістікке жетудің 7 қадамы, миллион теңге айына табыс табудың 2 әдісі деген сияқты нақты цифрларды көрсету. Мысалға, мықты мотивациялық кино, мысалы 7 мықты мотивациялық кино деген сияқты нақты сан. Сосын құпиялар. Инстаграмды жүргізудің құпиялары, арықтаудың құпиялары, сұлу болудың құпиялары деген сияқты құпия деп айтатын болсаң, құпиясын біліп алайыншы деп адамдар өте жақсы келуі керек. Сосын біздерде тақырып жазғанда пост жазуға өте керемет көмектесетін триггерлер бар. Ол триггер деп аталады, және ол триггерді көбіміз қолданып жүрміз. Сіз білмеуіңіз мүмкін өзіңіз триггерлерді қолданып жүргеніңізді, бірақ ол триггерлер бізде Инстаграмда өмір сүріп жатыр. Ол триггерлер қандай, не деп айтайын қазір сіздерге. Стадность деген триггер бар. Яғни, мысалға, қазір көбісінде психологиялық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, адамдар қайда жүр, адамдар сонда жүреді. Мысалы, қазір прямой эфирде менде 4 адам отырып, 4 адам ғана көріп отырсыншы, иә? Онда адамдар мынау дұрыс айтып атқан жоқ деп шығып кетуі мүмкін. Ал 1000 адам көріп отырса, мыналар пайдалы нәрсе көріп отыр, мен де көрейін деп айтуы мүмкін. Триггер деген содан ойластырылып тапқан. Яғни адамдар қайда жүреді, сонда жүреді. Енді қараңыз, мысалы, мен айтатын болсам, менің курсыма қазір 5000 оқырман қатысып жатыр. Сен де қатыс десем, менің курсыма 1000 оқырман қатысып, оның 100 адамы миллион тапты десе, адамдар ол бірден вау деп реакция береді да. Не деген, анау 100 адам жетістікке жетті ма, онда мен де жетем, мен де оқимын, мен де қатысам деп айтуы мүмкін да. Сондықтан да триггерлер сондайды көп ұйымдастырып жатыр да. Например, дәл қазір курсқа 1000 оқырман қатысты, енді 10 орын бар десек, например, вау, мен де қатысам деп айтады да. Триггерлер қазір бізде Инстаграмда жасап жатыр. Негізі маркетинг, бұның барлығы бізде маркетинг саласын жақсы білетін оқырмандар, олар қолданып жатыр. Одан кейін біздің курстың арқасында 20 кәсіпкер өздерінің үйлерін салып алды деп айтса, вау деп айтады, например, сондай триггер бар. Одан кейін индивидуальность деген триггерді өте жақсы жұмыс атқарады. Мысалы, индивидуальность деген триггер, мысалға, менің саламды алып қарайтын болсақ, мен мысалға таргетинг жібергенде бүйтіп жіберем. Мен триггерлерді өте жақсы қолданам негізі. Мысалға, жазам, сетевой маркетингтер, егер де сіз сетевой маркетингте жұмыс жасасаңыз, онда сіздерге арналған менің курсым бар. Сетевиктерге арналған курс деп қоям. Немесе мұғалімдерге арналған SMM курс деп қойыңызшы. Мұғалімдер елең ете қалады. Вау, мен айтып жатыр, мен мұғаліммін ғой, маған арналған курс бар екен ғой деп елең ете қалуы мүмкін. Немесе үйде декреттікте отырған аналарға арналған бизнес план деп қойыңызшы, немесе идея деп қойыңызшы, жұмыс жасаудың идеясы. Вау, мен қатысып көрейін деп айтады да, например, яғни ол тоже жұмыс жасайды. Жалпы барлық триггерлер өте жақсы жұмыс жасайды. Одан кейін жадность деген триггер бар. Жадность деген триггерді жалпы көбіміз қолданамыз. Мен де көп қолданамын. Және өте жадность деген триггер өте күшті жұмыс атқаратшы. Неге десеңіз, қазір көптеріңіз байқайтын шығарсыздар да, например, кез келген бизнес бастауда болсын, мысалға, Айнұр Тұрсынбайлар болсын, осы триггерді өте жақсы қолданады. Например, айтады,
курсқа 12 мартқа дейін жазылып үлгерген оқырмандар 10 мың теңгенің курсын деп сіз айтады 5 мың теңгеге алады деп қояды, например. Сондай курстар бар ғой, мысалға, немесе айтамыз, например, курс 15-і басталады, бірақ кім 10-на дейін тіркеліп үлгереді, олар 5 мың теңгеге алады дағыны, ал кім одан кейін нетеді, ол бағасы өзге. Яғни ол жердегі триггердің басты несі, ол сіз айтуыңыз керексіз да, мысалға, дәл қазір ол акциямен, ал ол кейін көтеріліп кетеді деп ше. Яғни оны нақты солай жасауыңыз керек. Арзанға қойып, кейін ол баға көтеріліп кетеді. Дәл қазір осы уақытқа дейін алсаңыз, сіз скидкамен аласыз деген сияқты. Яғни 100 мың теңгенің заты 50 мың теңге болып жатыр. Алыңыздар десе, көп адам, вау, алып қалайыншы, бұл қымбат дүние ғой, ертең ала алмай қалам, сосын қымбаттап кетеді ғой деп, адамдар бірден сол кезде ол затты алып қалуы мүмкін. Мысалы, сумкалар, новинка сумкалар келіп жатыр, дәл қазір осы 3 күнге дейін распродажа. 5 мың теңгенің сумкасын 3 мыңға сатып жатыр десе, вау деп алып қалады да, например, сондай триггер бар. Одан спешка деген триггер бар. Оны да мен көп қолданам. Мысалға, дәл қазір 2 сағаттың ішінде сіз осы курсты алатын болсаңыз, ол 5 мың теңге, ал кейін 2 сағаттан кейін ол 10 мыңға өзгереді десеңіз, адам дәл қазір салып жіберуі мүмкін да, например. Сондай бір керемет триггерлер жасауға болады. Например, или сіз қазір, дәл қазір сіз 1 сағат ішінде осы сумка сағатты алатын болсаңыз, екіншісін қосып берем десеңіз, вау деп адамдар спешка, яғни уақытын қысқартып қою, уақытын белгілі бір уақытты қойып, соған үлгерсе, осындай мүмкіндікке ие болады. Немесе сыйлыққа ие бола ма, мүмкін оның бағасы бірнеше кезде арзан бола ма, немесе бұдан кейін ол болмай қалады, бітіп қалады. Соңғы 2-і ғана қалды, міне, дәл қазір алып үлгеріңіз, бұл сумкадан тек 2-і ғана қалды десеңіз, адамдар жанталасуы мүмкін. Яғни бұл жаңа сүт солай аталады. Одан кейінгі триггер недоверие. Яғни көп адамдар қазір деген сатып жатырған адамдар көп. Қазір нишаластар өте көп да. Ал сіз олардан ерекшелену үшін, олардың сенімдерін именно сізге орнату үшін сізде жаңа недоверияны жақсылап тұрып адамдарға сізді өзіңізге сенімді етіп қалыптастыру керексіз. Ол деп отырғанымыз, мысалға, сумка сататын болсаңыз, сізден сатып алған оқырмандарды отзыв алу, видео түсіру, міне алып жатыр деп та, немесе доставка жіберді, оған барды деген сияқты. Мен мысалға апта сайын қазір курс өткізіп жатырмын. Апта сайын маған мысалға көп оқырмандар бірден сеніп келеді, сенім артып, что барлығы жақсы болатынына. Өйткені менің өзімнің оқырмандарым бұрыннан оқыған отзывтарын жазып береді, жақсылап. Сол отзывтарын мен лентама шығарам, сторисіме шығарам, сол арқылы басқа оқырмандардың сенімділігі артып, ақшасын қорықпай төлеп курсқа қатысып жатады. Сол сияқты любой адам алған сертификаттарыңызды, немесе сертификат берем, немесе отзывтарын, пікірлерін оқырмандарын көрсететін болса, ол маңызды триггер. Ол бүкіл жерде маңызды. Егер де сізде отзывтарыңыз болмаса, жаңадан бастап жатсаңыз, басында сіз өзіңіздің туысқандарыңыздан сұрап аласыз, көмектесе тұрыңызшы деп. Немесе сіз басында бір курс өткізетін болсаңыз, бір рет курсты тегін өткізіп, содан отзывтарды жинап алуға болады деген сияқты ғой. Енді сондай триггер бар. Одан кейін самовыражение деген триггер бар. Яғни сіздің самовыражениені оны қазір тоже көбісі жасап жүр. Мысалы, конкурстар ұйымдастыру арқылы, например, сіз егер де біздің парақшамызды белгілеп, сторис жариялайтын болсаңыз, және мына хэштегті қоятын болсаңыз, соның ішінде ұнаған сіздің суретіңізге мен сыйлық берем деген сияқты. Немесе услугаңызға баға беруін өтіну, яғни ана оқырмандарды іске қосу бері қарай. Мысалға, неше түрлі сондай конкурстар ұйымдастыруыңызға болады. Мынаны репост жасап, мысалға, сол менің немесе мысалға болады, өз-өзіңізді видеоға түсіріп, біз туралы, біздің парақшамыз туралы оценкасын беріңіз деген сияқты. Соған ең әдемі оценка берген оқырманға менен сыйлық болады деген сияқты. Сондай бір триггерлер жасауларыңызға болады. Одан кейін енді сатылым процесін қараңыздар. Енді бізде сатылым процесі қалай жүзеге асады, соған өтетін боламыз. Мінеки, сатылым процесі. Алдымен бізде идея пайда болды, Ол идеяны біз нишаға айналдырамыз.
нишамызды анықтадық. Одан кейін біз нысандағы аудиториямызды анықтадық. Одан кейін парақшамызды дайындаймыз. Парақшамызды дайындау, жаңа юзернейм, парақшаны қораптау, соңғы 15 постты жақсылап жазу. Одан кейін бағамызды, услугамызды нақтылау керекпіз. Яғни сіз уже сіз бәсекелестеріңізді зерттедіңіз, барлығын анықтадыңыз, оларды мысалы 3-4 күн зерттеулеріңізге болады. Стористе не айтады, прямой эфирде не айтады, қандай посттар жазады, услугалар қанша теңге. Тіпті сіз фейковый аккаунттан олардың курстарына немесе олардың нелеріне звондап біліп, бағаларын сұрап, солай білуіңізге болады. Оның барлығы қазір любой адам солай жасайды. Бәсекелестерді зерттеу ол өте маңызды. Яғни идея келді, нишаға айналдырдыңыз, нысандағы аудиторияңызды зерттедіңіз, парақшаңызды дайын қылып алдыңыз, одан кейін барып бағаңызды, услугаңызды нақтылайсыз. Мен осыны жүргізем, осы услуганы мен қолымнан келеді, мен осы услуганы жүргізем, одан кейін барып бағаларыңызды нақтылау керексіз. Мен мысалы курсымды 2000 теңгеге өткізем деген сияқты. Сосын барып уже оның барлығы дайын болғаннан кейін біз сатылым каналдарын көбейтеміз. Сатылым каналдары қазір тоже қалай жүзеге асу керек, оны мен тоже айтам. Жалпы Инстаграмда қалай сатылымды бастауға болады, біз қазір сіздермен нететін боламыз, жүргізетін боламыз. Енді қараңыздар, жалпы бізде қазір таргетинг деген бар да. Сіздің егерде парақшаңыз дайын, нақты парақшаңыз дайын, өзіңіз парақшаңызды әрлеңіз, пока сіз өзіңізге уверені болмайсыз. Егерде парақшаңызды 100% әрлеп дұрыстағыларыңыз келсе, бізде Instagram SMM курс деген бар, соған қатысып біле аласыздар. Ал енді сатылым жүзеге асу үшін біздер мына техниканы жүзеге асыруымыз керек. Бізде AIDA деген техника бар. AIDA техникасы ол қалай жүзеге асады? Ол 4 бөліктен тұрады. Оның біріншісі, біз ол текстті жазғанда біз бірінші адамдардың назарын аудартуымыз керек. Назарын аудартуымыз керек деп отырғанымыз, ол мысалға ретінде қараңыздар. Сіз сумканы тек Ақтөбе қаласы бойынша сатасыз делік та. Сіз онда назарын қалай аудартасыз? Мысалы, сіздің текстіңізді оқығанда адам бірден назарын соған аударту керек. Яғни Ақтөбе қаласындағы қыз келіншектерге деп жазасыз. Неге олай? Өйткені сумканы сол Ақтөбе қаласының барлық қыз келіншектері алу ғанибеті бар. Одан кейін барып, мысалы тағы бір мысал, сіз мысалы мен сетевиктерге арналған курс өткізетін болсам, құрметті Инстаграмның мықты сетевик мамандары деп жазам. Яғни мен сол жерде назарын аударттым именно сетевойларға деген сияқты ғой. Ал енді қызықтыру деп отырғанымыз, мысалға енді сіз услугаңызды, қызметіңізді адамдарға қызықтырып жеткізуіңіз керек. Например, сумкаға екі мысалдан келтіріп отырайын. Сумка сататын болсаңыз, егер де сіз соңғы брендтегі сумкаларға қызығып, өзіңіз сумканың коллекцияларын өзіңізге жинағыңыз келіп, өзіңізді басқа адамнан ерекшелегіңіз келсе, сапасына, бағасына сапасы сай мықты сумкаларды алғыңыз келсе, новинкаларды алғыңыз келсе, онда біздерде қазір акция жүріп жатыр деп қызықтырамыз, Ал енді SMM маманы қалай жазады? Оны мен мысалға, егер де сіз өзіңіздің бизнесіңізді Инстаграмда 100% дамытқыңыз келсе, дамыта қоймай, сіз сол Инстаграмда 100% ақшаға айналдыратын ортаға айналдырғыңыз келсе деп мен қызықтырып алуыма болады да. Қызықтырып, яғни адамға вау дейтіндей бір қызықтыратын текст жазасыз. Бірінші абзац назарын аударттыңыз, екінші абзац қызықтырдыңыз, үшінші абзацта біз құмарын ояту керекпіз. Сумка сататын болсаңыздар, бұл сумкалар соңғы 10 штук келді, соңғы брендте, және тек эксклюзивный товар десеңіздер, қызыға ма? Қызығады. Құлшынысын оята ма? Оятады. Құмарын оятып тұр ма? Оятып тұр. Ал SMM саласы болатын болса, бұл курсты өз ісінің маманы 3 жылдан бері SMM саласындағы майталманы Шырын Мәлік қызы өзінің парақшасына 50 мыңнан астам оқырман жинаған, және 3 жылда өзі 7 мың оқырманға сабақ беріп, өзін мастер қылып шығарған деп жазатын болсаңыз, адамның құлшынысын оята ма? Құлшынысын оятады. Яғни үшінші абзацта біз құлшынысын оятамыз. Төртінші абзацта не жазамыз?
іс әрекетке шақырамыз, нақты іс әрекетке шақыру. Яғни онда сіз дәл қазір подробнее батырмасын басып курсқа 50% жеңілдік алыңыз, немесе онда сіз дәл қазір хабарласып 10 сумканың біреуіне ие болыңыз деген сияқты жаңағы сондай тәсілмен сіз сатылым әкелетін текстін жаза аласыздар. Енді сату этаптары, қандай этаптары бар? Қазір мен сіздерге көрсетемін. Міне, сату этаптары. Бұл өте маңызды этаптар, және бұл бағалы дүниелер, өте бағалы. Лид магнит деген бар, трипвайр деген бар. Негізгі өнім, табыс көбейткіш және қайта оралатын алаң. Яғни негізгі өнім ол өте маңызды. Яғни негізгі өнім ол манаға біздің жаңа қажеттілікті толық өтейтін, нәтиже күткеннен де жоғары болу керек деп неге жаздым? Яғни сіздің өзіңіздің услугаңыз немесе сіздің тауарыңыз ол негізгі өнім болып табылады. Ол өзге адамдардың қажеттілігін толық өтеу керек. Және де ол берген, ол мысалға маған көбінесе курсқа оқырмандар келгенде, мен бұндайды күткен жоқпын деп айтады да, менің күткенімнен де орасан зор білім беріп жатырсыз деп айтады. Яғни сол оқырмандардың күткені нәтиже күткеннен де жоғары болу керек. Мысалға сіздің оқырмандарыңыздың толықтай қажеттілігін өтейтін болу керек. Негізгі өніміңізді дайындағанда да барлығының көңілінен шығатындай болу керек. Одан кейін лид магнит. Лид магнит деп отырғанымыз ол, например, тегін курстар, тегін пробниктер беру, купондар, тегін консультациялар ұйымдастыру. Лид магнит, мысалы, менің қазіргі ұйымдастырып отырғанның өзі, ол лид магнит болып табылады. Неге ол лид магнит? Яғни, мен сіздерге тегін курсты, менің негізгі өнімім бар ғой, негізгі өнімім менің Инстаграммен миллион деген курс. Сол негізгі өнімді сату барысында мен шындықты айтайын, лид магнит ретінде мен сіздерге қазір тегін курс өткізіп жатырмын. Бұл жерде де мен сіздерге пайдалы ақпарат айтып отырмын. Бұл менің лид магнитім, апта сайын тегін курс өткізу. Яғни оқырманға менің қаншалықты түсіндіре білу әдісім жақсы екенін, опытым жақсы екенін, білімім орасан зор екенін көрсету. Адамдарға сенімділік ұялату. Сол сияқты әр адам, сіз духи сататын болсаңыз, ол духидің кереметтілігін сіз пробниктер арқылы беріп лид магнит жасауыңызға болады. Сіз пробник бересіз, сіздің клиентіңіз оны сеуіп көреді, мынау күшті екен деп сіздің негізгі өніміңізді алады. Яғни лид магнит ол сіздің негізгі өніміңізге қадам апаратын жол, сенімді жол. Яғни любой курс өткізетін болсаңыз, тегін курс ұйымдастыруға болады. Сіз бір нәрсемен айналысатын болсаңыз, тегін консультация бере аласыз. Тегін консультация бергеннің арқасында оқырман сіздің қандай екеніңізді біле алады да, например. Немесе тегін купондар, салон красотыда айналысатын болсаңыздар, тегін купондар берулеріңізге болады, например. Тегін конкурстар ұйымдастыруларыңызға болады. Осының барлығы бізде лид магнит болып табылады. Лид магнит негізі барлығына өте қажет. Лид магнит және өте маңызды да ол процесс. Ол сіздің сатылым жасау негізгі өніміңіздің өтуіне өте жақсы көмектеседі. Және лид магнит ретінде Инстаграм парақшаңыздың өзін жақсы жүргізіп отырсаңыз, оның өзі лид магнит болып табылады. Яғни Инстаграмға өте стористі көп салып, солай жасап отыратын болсаңыз. Одан кейін трипвайр. Яғни трипвайр деп отырғанымыз ол тесттен өткізу. Мысалға, менде трипвайрлар тоже бар. Мысалға, трипвайр ретінде, например, сіздің негізгі өніміңіз менде 6 сабақтан тұратын болса, мен әр апта сайын 3-4 оқырманға, мысалы, бірінші сабаққа қазір кешірім сұраймын. Яғни, трипвайр деп отырғанымыз, мысалға, менде Инстаграммен миллион курсы менің 6 онлайн сабақтан тұратын болса, мен оны бір сабағын 1000 теңгеге сатамда, 6000 теңгенің сабағын сатып жіберем деген сияқты. Әр адамда трипвайр болу керек. Мысалы, ол негізгі өнімнің белгілі бір бөлігі ғана. Яғни, ол клиенттің бір ғана қажеттілігін іске асыратын дүние болу керек. Мысалға, сізге бір
жаңа салон красотыға бір адам келеді да, айтады, менің шашыма прическа жасап берің, тек қана укладка жасап беріңізші деп келеді да. Ал енді сіз укладка жасап жатасыз да, айтуыңыз мүмкін, укладканы жасаймын, бірақ сіздің шашыңызды қиып жіберу керек екен, шашыңызды қиса укладка өте жақсы жасалынады екен деп, сіз укладканы жасау мақсатында сіз уже негізгі өніміңізді бір бөлігін сатып жібердіңіз деген сияқты, например. Или біз мысалға өзіміздің қолымызға жаңағы лак жаққызуға барамыз, например, айтамыз, маған тек қана жаңағы нені алып беріңізші дейміз да, просто обработка жасап беріңіз, түгел мен жаңағы гель покрытие керек емес деуіміз мүмкін. Ал енді оны жасап беретегіні, ол әдемі жасап жатырғаннан кейін біз қызығуымыз мүмкін да, жоқ полностью жасаңыз деп айтуымыз мүмкін. Tripwire дегеніміз, яғни кейбір тауарларыңызды арзанға беріп, сол арзанға беру мақсатында ар жағында біз негізгі өнімізді сатып жіберудің мақсатында. Ал енді табыс көбейткіш деген тоже болу керек сатылым процесінде. Табыс көбейткіш деп отырғанымыз сіздің негізгі өніміңіз бар да, например, бізде мысалға домострой деген бар да, например, ол жақта бізде душевой кабина сатылады, ванна сатылады да, например, ваннаны адам алып жатады, негізгі өнім ванна болса, оған қосымша смеситель алады да, кран су ағызатын, оған қосымша бордюр алады, например, жан-жағына жабыстыратын, оған экран алады, оған сифон алады, оның барлығы не? Магазинге дополнительно табыс көбейткіштері. Ал енді менің курсыма негізгі өніміме сатып алатын оқырмандар артынан контент марафон сатып алады, мега дизайн сатып алады, таргетинг сабағын сатып алады деген сияқты менде табыс көбейткіш дополнительный курстары бар негізгі өніміме. Яғни негізгі өнімнің дамыған түрі болуы мүмкін табыс көбейткіш деген, например, сіз қазір 6000-ға сабақ оқыңыз, одан кейін менен 10.000 таргетингін оқыңыз деген сияқты әр адамның өзінің табыс көбейткіштері болады деген сияқты. Например, или сіз тырнағыңызға маникюр жасатып жатасыз, например, просто без дизайна маған маникюр жасап беріңіз дедіңіз. Енді ода тағыда мына жерге 500 теңгеге дополнительно жаңағы мына жерге дизайн жасап беретіндер бар да. Ол не? Ол тоже табыс көбейткіш болып табылады. Одан кейін келесісі ол қайта оралатын алаң. Яғни бұл да өте маңызды маркетинг саласында. Қайта оралатын алаң қылып жасап қою керексіз. Сізден негізгі өнімді бір-ақ рет алып, навсегда кетіп қалмау керек оқырман. Ол сізге қайтып келетіндей болу керек. Яғни сіздің бір курс, мысалы курс өткізетін болсаңыз, сіздің бір курсыңызға қатысып, тағы да басқа курстарға ол жеңілдік ала алатындай болу керек. Яғни сіз егер де басқа курстарыңызға тағы да жеңілдік деп қойсаңыз, ол сізге міндетті түрде қазір ақшасы болмаса да қайта келеді. Ал енді мысалға бар ғой салон красотылар. Мысалға мен недавно бір салон красотыда болдым, шашымды қидырттым. Сонда маған айтты да, маған купон берді. Сол купонға былай 6 не бар екен да, соны 5 рет қидырғаннан кейін 6-шысы тегін деп айтты. Ол әрине осы схемамен жасап отыр. Сосын бір асханадан тамақ іштім. Ол жерде де маған купон берді. Осы 5 мынандай не бар екен. Осы 4 рет бізден тамақ ішетін болсаңыз, 5-ші тамағыңыз сіздің тегін болады, осындай суммада деп көрсетті да. Немесе анварларда бар, например, дисконт карталар ашады да, қазір дисконт карталарға мысалға кейбір магазиндерде бар 3% жинайды, 5% жинайды, 6% сөйтіп көбейте береді. Оның барлығы не? Осы қайта оралатын алаңды жасап отыр. Яғни осының барлығы бізде маркетингте бар нәрсе. Сондықтан да тоже барлығын стратегияны құрғанда да сатылым процесінде осы нәрселердің барлығын сіздер ұйымдастыру керексіздер. Яғни тегін алатын нәрсесі болу керек сіздерден. Одан кейін негізгі өніміңіздің белгілі бір бөлігін ала алатындай болу керек. Немесе жаңағыдай қайта оралатын алаң қылып қою керек. Табыс көбейткіштеріңіз болу керек. Бір ғана курс деп отыра беруге болмайды. Например, осы жақында мен бір неге жаңағы спорт бізде не бар, Мәулен деген спортпен айналысатын, яғни спорт дегенде не,
тренажерный залға, соған хабарласып едім. 1 жылдық абонементті түгелімен алып қойсаңыз, сіз, например, айына 12 000 теңге дейді да, ал 1 жылға алып қойсаңыз, сіз 80 000 теңге деп сөйтеді. Ал мен аламда оны 12 000-ды 12 айға көбейткенде қаншама ақша болып кетеді. Лучше мен 1 жылға алып қойайын деп, мен постоянно солай істеп қоюыма болады да, например, оның барлығы осы немен әдіспен жасалынған. Барлық любой жерде жүргенде сіздер мән беріңіздер, сатылым процестері қалай жүзеге асып жатыр. Осы нәрселердің барлығын олар жасап жатыр. Ал енді рекомендациямызға келейін. Қараңыздар. Мына жерден бірінші, сатылым бірден жүзеге аспайды. Енді қараңыз, сіз жүргізіп жатырсыз, мен жүргізіп жатырмын, бірақ ешқандай сатылым жоқ деп отыруға болмайды. Сатылым бірден жүзеге аспайды. Не істейді? Жаңағы Москва бірден құрылмайды. Одан кейін өте активны болыңыз, күнде пост шығарыңыз, күнде сторис түсіріңіз. Пост 1 рет күнде пост шығаруыңыз керек. Одан кейін сторис 5, 6, 7 сторис ол міндетті түрде болу керек. Стористен көзден кетсеңіз, көңілден де кетесіз. Сондықтан көзден кетуге болмайды. Әрине, лентамен прям күніне 5-6 пост шығарыңыздар деп айтпаймын. Лента деп отырғанымыз ол біздің күнделікті шығаратын посттарымыз, контенттеріміз. Ал стористе ол бардачить етуге болады. Сторис бір күнде 10-15 сторис түсіріп тастауыңызға болады. Сторис жаңа күнде түсірген өте дұрыс. Яғни күнде активны болсаңыз, сіздің жаңа еңбегіңіздің, яғни бейнетіңіздің зейнетін міндетті түрде көресіз. Одан кейін вирусный контент, сарафанное радио деген бар. Вирусный контент, яғни мен оқырмандарыма қазір тегін 5-6 кітап сыйлаймын десеңіз, немесе дәл қазір тегін сабақ өткізем, тегін сабаққа қатысу үшін сіз менің осы контентімді өзіңе репост жасаңыз деп, немесе 5-6 оқырманыңызды белгілеп кетіңіз деп, немесе дәл қазір кім менің мына сұрағыма жауап береді, мен ол ең әдемі жауап берген комментарий иесіне мен жаңағыдай осындай теңге сыйлық берем деген сияқты, сондай вирусный, яғни 3 оқырманын белгілеу арқылы жаңағыдай сөйтіп айтуға болады да. Мысалы 3 оқырманын белгілеп, және осы сұраққа әдемі жауап берген оқырманға менен 2000 теңге сыйлық деген сияқты. Мысалы кім 3 оқырман, мысалы егер де сіз курсқа тегін қатысқыңыз келсе, өзіңізбен бірге 3 адамды ертіп келсеңіз, онда сіз тегін қатысасыз деп, сондай бір вирусный контент жасауға не істейді? Болады. Одан кейін міндетті түрде сіз пост шығарасыз. Сізге ешкім лайк баспайтын болса, сізге ешкім комментарий жазбайтын болса, енді сіз новичоксыз, мүмкін сіздің жаңағы пост ешкім көрмейді шығар да сіздің постыңызды. Ондай кезде біз не істейміз? Оқырмандарымызбен барынша сөйлесіп, оқырмандарымызды өзімізге шақыру керекпіз. Және де лайк тайымдар мен коммент тайымдарға қатысыңыздар. Яғни лайк тайм мен комментариялар, олар сіздерге ақпараттарыңызды көтеруге, сіздерге жаңағыдай адамдар лайк пен комментарий басатын болса, басқа оқырмандар, енді өзге оқырмандар келеді ғой, сізге бірінші болып комментарий жазғысы келмейді. Адам, мысалы, суда адам жоқ, адам бірінші суға түскісі келмейді деген сияқты, біреу секіріп кетсе, артынан біреу секіріп кетеді ғой. Сол сияқты сіздің де, мысалы, біреу 5, 6, 10, 20 адам комментарий жазса, кейін адамдар сіздерге комментарий не істейді? Жазуы мүмкін. Одан кейін фотоларыңыздың барлығын арнайы фильтрден өткізіп, бізде ол жаңағыдай VSCO деген не бар ғой, программа. Сол мысалы бүкіл суреттеріңізді бір фильтрге өткізуге өте жақсы көмегін береді. Сондықтан фотоларыңызды бір фильтрде өткізіп салып отырыңыз. Және әр фотоңызды өңдеп шығарған өте жақсы. Өңдейтін программалар өте көп та қазірде. Және де әр постыңызға міндетті түрде хэштег салып отырыңыз.
бір постыңызға бір хэштегтен салып отырыңыз. Өзіңіздің жеке хэштегтеріңізде дамытуға болады. Хэштег деп отырғанымыз решетка, білесіздер ғой да? Тоже бізде кеңінен алдыңғы инстаграмның құпиясы номер 1 деген сабақта айтылған болатын. Одан кейін рекламадан ақша аямаңыз. Егер де сіз статистикаңыздың көтерілгенін қаласаңыз, парақшаңызды көп адамдар оқыған қаласаңыздар, сіздер промо акция дегенді жасауларыңызға болады. Инстаграмда таргетинг деген дүниелер бар, промо акция деген дүниелер бар, я? Соларға қатысаңыздар. Қазір мен естіліп жатыр ма екен? Менің дауысым естіліп жатыр ма? Жаза отырыңыздар. Яғни рекламадан ақша аямау керек. Мен почти 60-100 рубльге постоянно промо акция жасап отырам. Яғни продвигать деген көк кнопканы басу арқылы өте жақсы парақшаны жан-жақты дамытуға болады. Одан кейін жарнаманы нақты белгілі бір уақытта салу керек. Яғни сіз түнгі сағат 2-де, таңғы сағат 5-те салып қойсаңыз, сіздің парақшаңызды ешкім көрмеуі мүмкін, ол лентада астыңғы жақта қалып қояды да. Ал егер де сіз оны жарнаманы белгілі бір уақытта, мысалы кешкісін, әсіресе сағат 7-8-дерде өте жаңа постыңызды шығаратын болсаңыз, Астана уақытымен 8-9-дарда шығаратын болсаңыз, өте керемет жаңағыдай посттарыңызға охват сондай жинауға болады. Және де оқырмандарыңызды үнемі асықтырыңыздар. Өйткені оқырмандарды асықтырмасаңыздар, олар жүре береді. Дәл қазір алып қалсаңыз, трипвайрларды міндетті түрде қолданамыз. Лид магнит, солардың барлығын міндетті түрде қолданамыз. Триггерлерді міндетті түрде қолданамыз. Өйткені бұлардың барлығы бостан босқа жасалмаған. Көздеріңізді айналаларыңызға ашып қарасаңыздар, барлығы осы техниканы қолданып жүр. Ал енді сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Кімде қандай сұрақ бар? Кімге қалай түсінікті болды? Бұл ақпараттар қазір бізде онлайн болғандар жақсы көре алдыңыздар ма, қатпайды метпей көре алдыңыздар ма? Ақпараттар маңызды болды ма сіздерге? Ұнады ма? Түсіндіру әдістерім ұнады ма сіздерге? Обратный связь беріп айтып жіберіңіздер. Так, кімнің қандай сұрағы бар, жазсаңыздар да болады. Біздің сабағымыз осымен тамам. Келесі аптада бұйырса нишамды ауыстырамын. Неге ауыстырасыз нишаңызды? Нишаңызды неге ауыстырғыңыз келеді? Негізі ниша ауыстыруға қорықпау керек екен. Ниша ауыстырудан қорықпай, тек ең бастысы жасап кету керек. Мына жерде жазып жатыр, таргет пен SMM маман айырмашылығы қандай деп. SMM маманы ол парақшаны жалпы жан-жақты жүргізіп беру. Парақшаға пост жазып береді SMM маманы. Парақшаның картинасын жақсылап жасап береді. Парақшаның дизайнын, парақшаның текстін, парақшаны жан-жақты дамытып, подписчик жинап береді. Ал енді нақты тек қана таргет саласында жасайтындар, олар тек таргетинг жасап береді. Яғни белгілі, мысалы менің өзім күнде таргет шығарам 10 адамға ғана. Таргетке мен 4000 теңгеден жасайым, ол адамға 100-200 оқырман жинап берем. Ал енді икигай миды ашып қозғап жіберді дейді. Құрметті оқырмандар, үйде бостан-босқа отыра бермеңіздер. Барлықтарыңыздың қолдарыңыздан бәрі келеді. Барлығын тренировкадан өткізуге болады. Мына тіл тоқтамай сөйлеуді да үйренуге болады. Ойыңды ашық жеткізуді да үйренуге болады. Жалпы менің қолымнан келген нәрсе ол сіздің де қолыңыздан келеді. Просто қазіргі заманның білім алу керек, тек білім алу керек және білім алу керек. Және де тек қазір деген бәрі оңай ғой, барлығын Құдай беріп қойғанда, қолымызға салып, былай бәрін жасап қойғанда. Қазір психологиядан дамыған келе ма, психологтар көп. Мен сияқты SMM курстар көп, барлығын үйретеді. Профессионал болсаңыз, өсесіз. Қалай жасау жолын, Инстаграмның кілті керек па? Ертең бұйырса пятница басталатын ақылы курсыма қатысуларыңызға болады. Ал енді бүгінгі сабақтың
қайталап көргім келеді дейтін адамдар болса, бүгінгі сабаққа доступ 1 айға ашық болады және 1000 теңгеге сатып ала алады. Бүгінгі курс. Қазір мен эфирді сақтамаймын. Эфир өкінішке орай сақталмайды. Ал енді қайтадан осы бірінші, екінші прямой эфирді толыққанды оқып алам дейтін оқырмандар болса, 1000 теңге төлеп осы курсты сатып ала алады. Яғни осы қазіргі прямой эфирді кім қайталап көргісі келеді, ол кісілер 1000 теңге ақшаларын төлеп осы прямой эфирді қайтадан көре алады. Зато өте маңызды ақпараттар алады. Яғни Инстаграм құпиясы номер 1-ді, Инстаграм құпиясы номер 2-ні, 2 прямой эфирді 1000 теңгеге сатып алуларыңызға болады. Сондықтан да бұл тегін курс, бүгінгі сосын алдыңғы жетте өткен тегін курстарды қайтадан қарап, саралап көргілеріңіз келсе, 1000 теңге ақшаларыңызды 8771-024-1810 нөмеріне төлеп қайтадан жіберулеріңізге болады. Ал енді менің негізгі өнімім ол менде Instagram SMM курс деп аталады. Instagram SMM курс 6 онлайн сабақтан тұрады. Бағасы 6000 теңге соңғы рет болады. Соңғы рет 6000 теңгеге осы жолы өткізем. Келесте курстарымның барлығы қымбаттайды бұйырса. Мен барлық әдісті қолданамын жазған екен. Избасарова Бағдат Трибвайер әдісін қолдандыңыз ба деп. Я, мен қолданам. Кей кезде тек қана бірінші сабағы деп, кей кезде екінші сабағын деп сатамда, ал ол сабақ міндетті түрде барлығына ұнайды. Менде мысалы Instagram SMM курс деген бар. Ол жерде біздер кәдімгі прямой эфирде болмайды сабақ арнайы Telegram каналда болады. Telegram каналда аудио түрінде, видео түрінде, текст түрінде, картина түрінде, схема түрінде барлығы жан-жақты толықтай түсіндіріледі. Жалпы курсымдың отзывтарды қазір оқып қарасаңыздар, былай отзыв. Оқырмандарымның барлығы риза. Шынайы, шын жүрекпен түсіндіресіз. Сіздің түсіндіргеніңіз прям менің миыма қонады деп айтатындар бар да. Барлығымызға жеке дара мән бересіз деп. Инстаграмның от и до құпиясын білгісі келетіндер, от и до кәдімгі Инстаграмның кілтін ұстап алғыларыңыз келсе, курсыма қатысыңыздар. 6000 теңге пятница күні басталады. Пятница ол нешесі? Пятница ол 13 күні бізде курс басталады бұйырса. Сол курсқа қатысып алсаңыздар болады. Курсқа 30 оқырман қабылданады әр топқа былайнан, я. Но результат өте керемет болып жатыр. Қазірдіңда, осы арамызда қазір оқып жатырған оқырмандар болса, жазыңыздар, я. Отзывтар күнде салынып отыр, әр апта сайын курстар бітіп жатырғанда бізде салынып жатыр. Ол жерде енді сіздер менің курсымнан кейін даже SMM маманы болып өте жақсы қызмет жасауларыңызға болады. Менің курсымнан кейін фото-видео редактор болып жасауыңызға болады. Менің курсымнан кейін сіз копирайтер бола аласыз. Бұл менің курсым сіздерге былай жұмаққа жол ашады деп айтса болады. Жұмаққа деппін ғой, Инстаграмға деп айтайыншы. Инстаграмға сіздерге Инстаграм әлеміне жаңағы жол ашады. Сіздердің табысты болуларыңызға, өздеріңізге уверенні болуларыңызға. Яғни Инстаграмда құпия деген өте көп. Бірінші сабақта біз сол барлығымыз Инстаграмның қай тетікшесі нені білдіреді, қай жерін қалай жазуымыз керек. Міне Алмагүл ұстаз жазған, сабақ от қой, от, өкінбеймін қатысқаныма дейді. Яғни бірінші сабақта біздер толыққанды, менің курсыма сетевиктерге де қатысуға болады ма, таргетинг курсын кімнен оқыдың, копирайтинг курсын кімнен оқыдыңыз дейді. Мен жалпы барлығын ресейліктерден оқимын. Осы соңғы рет мен Стамбулдың несіне қатысып жатырмын, SMM маманына. Барлығын ресейліктерге қатысам. Өзімнің 3 кумирім бар. Сол 3 кумир қандай курс шығарады, солардың барлығына қатысып, мен постоянно білімімді жоғары дамытып отырмын. Соңғы рет тағы да кәдімгі Москваның өзіне барып, кәдімгідей офлайн түрінде меңгеріп келдім. Оның барлығын жасауға бұйырса, мына соңғы рет пятницада, осы айда пятница күні өткізем.
қатысып үлгеретіндері қатысып үлгереді, және соңғы баға 6000 теңгеден инстаграммен миллион деген курс өткізем. Одан кейін мен уже сол негізгі өнімнен кейін болатын курсты ұйымдастыруға кірісемін. Жаңадан таргетинг курсы жазылып жатыр деген сияқты сол жаңа курстарымды бұйырса шығарамын. Бірақ мынау инстаграммен миллион курсым менің осы январь айында мен барлығын жақсылап толықтырып дайын қылдырып қойдым. Ол инстаграммен миллион курсыма оқып оқырмандар өздерінің миллиондарына алғашқы қадамдарын жасап, нақты инстаграмда нені қалай жасау керектігін үйренетін болады. Менің телеграм каналыма кіріңіздер, сол жақта біздер инстаграммен миллион курсынан не үйренеміз, соның барлығын айтқан болатынмын. Енді сол курста видео өңдеуді, таргет жасауды үйренеміз ба? Үйренесіз. Бекзат Беғалы қызы, міндетті түрде. Сабақ қанша уақыттан өтеді? Сабақ 10 күн өтеді. 6 онлайн сабақ. Онда сіз менің кумирім болыңызшы дейді. Пожалуйста, кумирім болайын. Сосын барлығы бір курс ішінде 6 онлайн сабақ ішінде барлық парақшамызды OTIDO дамытамыз. Яғни до конца полностью айтып кетейін, қысқаша, менде 15 минут уақыт бар екен. Бірінші сабақта біз жаңа юзернейм, профилімізді өңдеуді, стористің бүкіл мүмкіншіліктерін, хайлайтстың бүкіл, яғни vision стористің бүкіл мүмкіншіліктерін, одан кейін инстаграмның қай тетікшесі нені білдіреді, нақты сол жерде четко иясын түсіндірем. Прямой эфирдің мүмкіншіліктері бірінші сабақта соның барлығы айтады. Яғни сайт жасаймыз, таплинк арқылы сайт жасаймыз, профилімізді өзгертеміз, имя пользователін бірге дайындаймыз, бірге жасаймыз барлығын. Мен әр оқырманыма былай жеке дара кәдімгідей көңіл бөлем. Кім тапсырма орындамай жатыр, тапсырма орындауға көмектесем, кімге идея жетпей жатыр, идея берем деген сияқты барлығы менің өзімнің мясорубкамнан өтіп шығады, менің оқырмандарым. Одан кейін бірінші сабақта уже парақшаларыңыз от болады. Екінші сабақта копирайтинг, текст жазудың маңыздылығы үйретіледі. Яғни копирайтинг болғанда да контенттің барлық түрлері, оның барлығына кәдімгі арнайы мысалдар келтіріледі. Жазу әдістері, жазуды көзге көрнекті етіп реттеп жазу, неден кейін не жазылу керек. Яғни сатылым әкелетін контенттерді, яғни сатылым әкелетін тексттерді копирайтинг әдісіне салып қалай өңдеп шығару керек. Хэштегтің маңыздылығы қандай, өзіңіздің жеке хэштегіңізді қалыптастыру, жаңа инстаграмға текст жазғанда барлығын әдіс тәсілмен жасауды, мақсатпен жазуды, жаңа тексттердің барлығын, соның барлығын сіздер екінші сабақта меңгеретін боласыздар. Смайликті безберекетсіз қолданбауды, тексті көзге көрнекті етіп реттеуді, әр неге хэштегті дұрыстап пайдалануды, абзацқа бөлуді, соның барлығы осында үйретіледі. Контент, копирайтинг. Бұл өте маңызды. Бұл сабақты оқыған адам копирайтер болып та жұмыс жасай алады, өте жақсы получится. Үшінші, картина жасаудың барлық қыр-сыры, яғни өзіміздің суретімізге жаңа фотошоп жасау, өзіңіздің суретіңіздің фильтрін келтіру, және тақырыппен картиналар жасау, инстаграмдағы дизайнды әрлеу, лентаным кәдімгідей супер етіп, әдемі біркелкі стильде қалыптастыру, картина жасағанда не маңызды, не маңызсыз, қандай дүниелерді ескеру керек, қандай ережелері бар. Жалпы барлық нәрсенің ережесі бар ғой, барлық нәрсенің ережесі бар. Сол ережелерді біліп алсаңыздар, сіздер профессионал боласыздар. Төртінші сабақта уже біздер жаңа бүкіл видео жасаудың бүкіл қыр-сырын меңгересіздер. Видеоны ұзарту, видеоны қысқарту, видеоны әдемілеп монтаждау, видеоға түрлі эмоциялар кеткен жаңа тақырыптардың барлығы былай жылжып тұратын, неше түрлі жаңағыдай анимациялық видеолар, яғни видео жасаудың барлық қыр-сыры бізде төртінші сабақта үйретіледі. Жаңа мысалға өлі фотоны тірі фотоға айналдыру деген сияқты. Мен өзімнің ең үздік видео жасауға болатын әдемі программаларымды осы сабақта айтамын. Бұл программаларды көп жерде айтпайды, оны тек ақылы сабақтарда ғана айтады. Сондықтан ақылы сабақтың тегін сабақтан айырмашылығы ол өте көп.
тегін сабақтарда тек қаймағын айтасың ғой, ал ақылы сабақтарда кәдімгі ашып барлығын үйретесің. 5-ші сабақта уже біздер Инстаграмның лимиттерін меңгереміз. Инстаграмда қандай ереже бар, Инстаграмда блогқа түссеңіз, ол блогтан қалай шығу керек. Жаңағы адам енді мысалға Инстаграмды өзінің водителі болу керексіз ғой. Инстаграмды еркін басқарып, қай жерде светофор бар, жайлап тоқтап деген сияқты еркін басқаруды меңгеру керексіз ғой сіз. Сіз машинаны да права алмасаңыз, сіз жүргізе алмайсыз ғой. Өзіңізбен самоучка болсаңыз да, қай жерде жаңа қорқақтап, қай жерден ұсталып қалады екенмін, деп жүргізесіз да. Инстаграмда да сол сияқты ғой. Сіздің праваңыз болу керек қой. Инстаграмда жүргізе білетін бүкіл қыр-сырын білу керексіздер. Тем более 6000 теңгеге сіз былай ақпарат алып шығасыз. 600 мыңның ақпаратын алып шығасыз, бірақ осы пятницада соңғы рет 6000 теңге болады, келесіде ондай цена болмайды деп мен де сіздерге қолданып қояйын. Сосын жаңа 5-ші сабақта жаңағы Инстаграмның лимиттері, Инстаграмның ережелері, Инстаграмдан блогқа түсіп қалсаңыз, блогтан қалай шығу керек, бизнес аккаунтқа ауысу, оны 1-ші сабақта. Сосын 5-ші сабақта және де Телеграмдағы боттар, Телеграмның боттары өте маңызды. Қазір бүкіл нәрсені Телеграм арқылы жасауға болады. Өте маңызы, өте зор, неше түрлі боттармен таныстыратын болам. Одан кейін 5-ші сабақта және парақшаны жан-жақты дамытуды үйренесіздер. Таргетинг болады, және парақшаның жан-жақты дамытатын 5 әдісі бар. Соның барлығы мен 5-ші сабақта меңгертетін болам. Бұл өте маңызды. Парақшаны нақты қай жаққа дамыту керек, қалай дамыту керек, қалай подписчик жинау керек, барлығы осы 5-ші сабақта бар. 6-ші сабақта не меңгересіздер? 6-ші сабақта автоворонка. Автоворонка деп отырғанымыз, ол воронка продаж, яғни сіз сатылымды жасағанда да неден кейін не тұру керек, кәдімгі нақты жолын сызып берем да, былай сізге бір жол сызып берем, тек сол жолмен былай жүресіз да, жүріп өтесіз да. Кәдімгі біз сияқты мұғалімдер, олар сіздерге табысты болудың қысқа жолын ғана үйретеді. Қысқа, нақты, сіздер адаспас үшін біз кезінде адастық, бірақ одан біз үйрендік. Ал енді сіздер адаспас үшін біздер осындай курстар ұйымдастырып отырған жайымыз бар. 6-ші сабақта бизнес WhatsApp, WhatsAppта каталогтар ашу, WhatsAppта дұрыстап группамен жұмыс жасау, автоворонка, сатылым процесін дұрыстап автоворонкамен автоматтандыру. Яғни барлығын ол жерде автоматтандырасыз. Неден кейін нені ұсыну керек, қалай сату керек деген сияқты, қалай таргетті барлығын бір-бірімен связано етіп, барлығын автоматтандыру керек. Соның барлығын осы 6 онлайн сабақта, яғни 0-ден бастап кәдімгідей үлкен дәрежеге дейін меңгеріп шығасыздар. Одан кейін жүрмейсіздер жалбақтап, ананы қалай жасайтын еді, мынаны қалай жасайтын еді, айтып жіберіңіздерші депші. Сондықтан қатысып алыңыздар. Қатысқан адамды нәтижеге жеткізесіз ба? Нәтижеге 100% жетеді. Өйткені барлық сабақтың барлығын кілтін алып алады. Арнайы тапсырмалар беріледі, тапсырмалар тексеріледі, дұрыс-бұрыстығын айтам, нұсқау беріледі. Міне, Биаси Балқаш, бүгінде болып жатқан ақылы сабақтың оқушысымын, сабақ керемет. От деуге де болады, жанып тұрған Шырын ханымға рахмет дейді. Рахмет. Эфир сақталама. Эфир сақталмайды. Эфирді көру үшін, қайтадан өздеріңізде бір ай сақталып қалу үшін эфир сіздер 1000 теңгеге сатып ала аласыздар. Өйткені бұл жақта да өте құнды ақпараттар берілді. Қатысқан адамның жұмысын тексересіз ба, нәтижеге жеткізесіз ба? Мысалы, менің отзывтарымды оқып қараңыздар. Қатысқан адамның жұмысын кәдімгідей жекелеп тұрып тексерем. Сіз неге тапсырма орындамай жатырсыз? Сіздің орындаған тапсырмаңыз осындай дәрежеде, мына жері дұрыс емес, мына жері дұрыс деп барлығын біз тексереміз. Гүлнұр ханым, мен сізге жекеңізге жазамын сұрақтарымды. Тазагүл ханым, жазсаңыз болады. Сабақ супер бомба, қатысып жатырмын дейді. Не қатысып жатырған оқырман бар? Текст жазу масқара енді, әр сөз сөйлем смайликтің орнын түсіндіргенде дейді. Мінеке Алмагүл ұста жазып отыр, міне мен де қатысып отыр. Енді текст жазғанда да майын түбін түсіріп жазып жатыр олар. Кәдім бәрі жазып жатыр постта деген. Қатысып жатырмын, өте түсінікті өтіп курстар дейді. Міне Жанар ханым жазды.
Гүлнұр ханым жазған, 6 онлайн сабақ 6000 теңге тұра ма? Иә. 6 онлайн сабақ 6000 теңге тұрады. Таргетинг бола ма екен? Таргетинг бар ішінде. Именно таргетинг дегенде Инстаграмның өзінен жасалынатын, продвигать кнопкасы арқылы жасалынатын таргетинг үйретіледі. Оның өзі өте орасан зор. Так, Шырын ханым, сөзім жоқ, парақшаңызды енді көріппін, сабағыңызға қатысып жатқаныма 3 күн өте керемет өтіп жатыр деген болар. Я, Айдос Сарина Махаббат дейді, керекше. Я. Так, енді келесі. Сабақ қашан дейді. Сабақ пятница күні, пятница нешесі өзі. Бүгін афишаны жариялайым. 13-ші болады сабақ, 13-ші болады. Апта сайын болып жатыр, апта сайын сұраныс көп, апта сайын болып жатыр. Керемет дейді. Қазір қосылдым, жеңілдік бар ма? 6000 теңге соның өзі сіздерге жеңілдік. Эфир қалай сатып алуға болады? Эфирді сатып алу үшін менің номеріме жазасыздар. Менің номерімді сақтап қойыңыздар. Мына эфирді сатып алғыларыңыз келсе, мына номерге жазасыздар. 1000 теңге, зато орасан зор. Мына 1000 теңгеге сатып аласыздар. Осы эфирді және Инстаграм құпиясы деген алдыңғы эфир плюс беріледі. Так, қатысамын. Өте қызықты сабақтар. Таргетолог отдельный курс бар ма? Дайындалып жатыр қазір. Сондықтан солай оқырмандар, барлықтарыңыз кімнің қандай сұрағы бар, кім менімен жеке жұмыс жасағысы келеді, кімде қандай идея бар, кім Инстаграмда шынымен де табысты болғысы келеді, жазыңыздар, қысылмаңыздар. Мен андай бітіп қалған адам емеспін. Барлығы мен кәдімгі былай деген, қазір сіздерге қалай түсіндіріп отыр, жүрегім деген ашық деп, өзімді мақтап кетсем дейсің ғой. Жоқ, мақтанғаным емес енді. Көбісі маған айтады да, просто 3-4 курсқа қатыстым, бірақ тап сіздей түсіндірген жоқ. Тап сіздей ашып, барлығын шын жүректен түсіндірген жоқ деп айтатын адамдар былай да, соларға айтам да сол. Және де рахметтерін жаудыртып кетеді да, кәдімгі Алла разы болсын сізге. Осындай курсты осындай бағаға беріп қойып отырған деп, мысалы соған риза боламын. Сондықтан всем пока.